Ал құрметті қазақстандықтар, бүгін маңызды күн. Мәжілісте құмар ойындарына байланысты заң екінші оқылымын өтіп, Сенатқа жолданды. Сол заңның соавторы ретінде маңызды өзгерістерді айта кетейін. Біріншісі, бұл барлығымызды шаршатқан жарнама. Жарнама барлық жерлерден алынады. Көшелерден, ғимараттардан, онлайн платформалардан, барлық жерлерден жарнама алынып, тек қана кейбір спорт шараларында ғана қолданатын болады. Бұл да біздің позиция емес, бұл өкіметтің позициясы. Жарнамаға байланысты 95% жарнама бұғатталады. Екінші мәселе, бұл қарызы бар адамдар. Микрокредиттік ұйымдардан қарызға алып, құмар ойындарын ойнап, қайтадан қарызға бататын адамдар. 3,5 миллион адам енді құмар ойындарын ойнай алмайды. Үшінші маңызды өзгеріс, бұл мемлекеттік қызметтегі және әскери қызметтегі адамдар құмар ойындарын ойнай алмайды. Бұл 280 мыңға жуық адам. 280 мың адам құмар ойындарын ойнаса, жұмыстан шығарылады. Осындай өзгеріс. Төртінші маңызды өзгеріс, құмар ойындарымен ойнайтын адам өз-өзін ЕГОФ арқылы 10 жылға дейін өзін құмар ойындарынан шектей алады. Қазіргі таңда ол сан 150 мыңға жетіп қалды. Сонымен қатар, қазір санайтын болсақ, 4 миллионға жуық адамды біз құмар ойындарынан шектеп бұғаттатып тастадық. Өте маңызды, өте сапалы, өз уақытында шыққан заң деп білем. Заңмен ғана шектеліп қалмаймыз. Өзіміздің басқа да ойларымызды, жаңа толықтыруларымызды басқа заң жобалары аясында жұмыс жасаймыз. Барлықтарыңызға үлкен рахмет.